бізге сәулет, балдай тәтті дәурен, айтар астағаны. Мына портрет қазақтың жоңғар мен 100 жылға созылған ұлы отан соғысындағы бас қолбасшы, бас қайраткер, атақты Абылай ханның жансерігі болған. Мен осы кісінің тікелей 8-ші ұрпағымын. Бұл біздің ұлттық рухымыздың бір бейнесі. Көшпенділердің дәстүрін сақтаушымыз, береке ынтымаққа бастаушы. Мынау мені құшағына алып жатып, тәрбиелеп өсірген әжем апам, Жамал деген. Мына кісі әкем. Мына Күмісқазы деген шешем небәрі 39 жасында қайтыс болып кетті. Семейдің полигонының кеселінен 8 бала қалдық. Мен 3-шімін, ең кішінім 2,5 жаста қалды, ауыр тұрмыс жағдайын көрдік. Енді Нағим екеуміз үйленгеннен кейін біреудің босағасында тұрамыз. Менің стипендиям 78 сом. Үстінде Нағиманікі 35 сом, сонымен күн көрмейміз. Ақнанның орнына 20 тиындық, 16 тиын қоңырынан жейміз. Сливочный масло жағдай жоқ, маргарин жейміз. Еттің орнына макарон. Мен ол кезде кішкентаймын ғой. Жас баламын. Содан кейін университетке келгеннен кейін, оқуға түскеннен кейін 68 жылдан бастап бірімізге біріміз іздеп бірге жүре бастадық. Үйлену тойына жасаған суретimiz. Нағима тәтелеріңіз мамандығы математик. Өте қызық сурет. Баянауыл 67 жыл. Торайғыр Саққозы. Мейірбек Молдабек. Досым Сүлей. Мынау мен Ұлықпан Сыдық. Мынау Мұрат Құсайын. Мынау біреу врач, біреу жүргізуші басқа. Ең алғашқы күннен есте қалған нәрсе. Лұқпан мектепті алтын медальмен бітірген, оқуды жақсы оқиды, қазақша бітірген, осы библиотекадан шықпай отырып сабақ оқи болады. Сол жігіттің әйелі, келіншегі библиотекада істейді. Bir күні маған келіп, баянырақ мына бір бала Сыдық деген библиотека жабар кезде отырып алып кетпеймін деп. Мынаға бір ауыз сөз айтсаңызшы деп. Содан кейін мен, ой, ол жақсы емес пе сендерге? Балалардың отырғаны, басқаларға ол тәртіп өнеге береді деп. Біз Мейірбек досым үшеуміз бір бөлмеде жатқанбыз, оқып жүргенде сойылды ғой мынау шыққан. Сыдықов Ұлықпанмен мен 1965 жылы политехтегі автоматика және есептеуіш техника факультетіне түскенде таныстық, содан бері өмір жолымыз еш жаққа ажыраған жоқ. Ол біздің ансамбльдің ақыны. Ақын болғанда ол басқа ақындарға қарағанда ерекшелігі өте зор. Ол әрі инженер, әрі философ, әрі ақын болғандықтан ол қысқа нұсқа жазады. Оның жазған сөздері біздің есімізді шығаратын. Мысалы, мына той жыры деген Сүлейттің музыкасына сөз жазған. Білесіңдер бәрін. Сонда қандай сөздер бар біледі? Жас шаңырақ болсын бақыт бесігі, жас жұбайлар құтты болсын тойларың, кең ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларың деп 4 қатардың ішінде қанша ойды терең ойларды ол салып тастады. Ал мына лирика жағын айтсақ, Мұрат Құсайыновтың әніне ол ой жеткен деген әніне сөзін жазған. Сонда мынандай сөздер бар. Мың бір алған тал шыбықтай, мөлдіреген таңғы шықтай деп бой жеткен туралы айтқан. Мұндай сөзді қайдан естисіздер? Соған қарап өздеріңіз бағалай беріңіздер, оның ақындық қабілетін. Мынау Бибігүл апаңыз Төлегенова. Мынау мен, мынау досым ректор, мен проректор, мына кісі шағын. Бұл кісінің енді қасында жүріп көп нәрсе үйрендім деп айтуға болады. Өйткені сол проректор болып ғылыммен айналысты, бірнеше шәкірттерін дайындап, кандидаттық диссертацияға жетекшілік етті. Екіншіден, білімнен қол үзген жоқ дегеніміз осы проректор болып жүріп бірнеше кітап жазды. Философиядан өздеріңіз білесіздер, Досымхан Кішібековпен бірге академик. Әкем
жұмысқа қатты берілген кісі. Сондықтан ол кісіні үйде көп көре қоймайтынбыз. Көбінесе осы мамам жаңағы не бізге тәрбие беруден осындай көп жұмыс жасайтын. Бірақ әкемнің бір керемет несі, таңертең мені садикке алып барады. Өзі таңертең жүгіреді, Тастақ деген жерде тұрамыз. Стадионға жүгіріп барып келеді. Сосын қайтып келген кезде мен дайын тұрам. Бір күні папам кешігіп қалып, жаңағы жүгіргенде көбірек жүгіріп қойған ғой деймін. Сәл бір 2 минут 3 минут кешігіп кепті. Мен кеп түсіп келе жатсам, папам ең жоғары шығып келеді екен. Айттым, пап, сіз келе беріңіз, мен өзім бара берем садикке деп. Атам жалпы барлығымыз үшін үлгі. Өзіміз өсіп, ролевая модель деп айтатын кісі. Өзіміз барлығымыз үшін. Отбасымыз ғана үшін емес, жалпы өмірінде атамызды кездестірген кез келген адам үшін. Мен сонда ойдамын, мен уверенмін сосын туралы. Себебі атамыз бала кезден бастап өзім байқағаным әрдайым зияткер болып келетін, барлығымызға үлгі, ақылды, әрі мейірімді кісі. Өзінің титулы, лауазымы және қаншалықты өзіміз тарихымызда қаншалықты маңызды екендігін өзіміз түсініп өсіп жүрген едік барлығымыз. Сол себепті бізде атамызға сай болатындай оқып, өсіп, басқа бір өнерге үйреніп, солай жүрміз. Себебі атамызға сай болу керекпіз, атамызға құрметіміз шексіз деген ойдамын. Алтыншы сыныптан бері мен шығарма жазған кезде атама өзім жүгіріп баратынмын, ата көмектесіңізші деп. Математиканы да түсінмесем атаға барам. Көптеген шығармаларды атамен өзіміз талқылаймыз, себебі түсінбейтін жерлер көп әдебиеттегі. Сол әкем де көп оқығаны атамның арқасы деп ойлаймын. Сондықтан олардың тыңдағанда тілі қандай бай екенін естіп өзім сондай болғым келеді. Кім атаның аты кім? Оқпан. Апаның аты, иә. Сен қай батырдың ұрпағысың? Папа. Құлпырғанда әлем өзгеше бір реңге бояғанда, аялаған сезім жүрегімді тербеп ояғанда, іңкәрлі көңілім тасып арнадан асқанда, шаттық нұрын сепкен, бақыт гүлін еккен өзің ой арнаған. Ол ұстастық мәңгі арайланып алдан әппақ таңым, жас өмірдің сәнін, жарастығын тауып шаттанамын. Қуанышқа толы достарды Мынау Әбдірахым деген кенже. Ал. Немере. Дастарханға береке, отбасына мереке, асымызға амандық, асымызға адалдық. Аумин. Айтқаның келсін. Қуанышқа толы достардың құшағы, ашып бізге сәулет, балдай тәтті дәурен, айта